Саламатсыз бе? Сіздерге 3-ші тоқсанның оқыту мақсаттары бойынша алгебра және анализ бастамалары курсының әдістемелік нұсқаларды ұсынамыз. 3-ші тоқсан үшін бөлімнен тұрады. Көп мүшелер, функция, туынды. Көп мүшелер бөлімінің оқыту мақсаттарына қысқаша шолу жүргізейік. Бұл бөлім келесі тақырыптардан тұрады. Бірнеше айнымалысы бар көп мүшелер және олардың стандарт түрі. Бір текті және симметриялы көп мүшелер. Бір айнымалысы бар көп мүшенің жалпы түрі. Көбейткіштерге жүктеу әдісі арқылы бір айнымалысы бар көп мүше түбірлерін табу. Көп мүшені көп мүшеге бұрыштап бөлу. Безу теоремасы, Горнер схемасы. Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Бүтін коэффициентті көп мүшенің рационал түбірлері туралы теорема. Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 3-ші дәрежелі көп мүше үшін жалпыланған Виет теоремасы. Көп мүшелер бөлімі өте ауқымды, бірақ бұл бөлімнің тақырыптары әдетте оқушыларға қиындық тудырмайды. Осы бөлім бойынша материалдар отандық және дәл сондай шетелдік әдебиеттерінде де өте көп. Осы әдістемелік нұсқауларда біз проблемалық есептерді қарастыруды жалғастырамыз. Алдында айтылғандай, проблемалық тапсырмалар бізге оқу материалын қызықты етуге көмектеседі. Оқушылар берілген тапсырмалардың көмегімен алған білімнің практикалық маңыздылығын көре алады. Қорапшаның көлемін табу есебін қарастыруды ұсынамыз. Бұл есеп оқушыларға айнымалылары әртүрлі өлшем бірліктерінде берілген шамалар болатын көп мүшелер математикалық модель екенін түсінуге көмектеседі. Келесі проблемалық есеп жаһандық ойлауды қалыптастырады және экологиялық тәрбиеге ықпал етеді. Осы тапсырманы шеше отырып, оқушылар өмірдегі жағдайды сипаттайтын математикалық моделімен жұмыс істейді. Оқушыларға 4 бұрышты призма мен 3 бұрышты призманың көлемін табуға арналған есепті қарастыруды ұсыныңыз. Мұнда оқушылар алдымен көлемдерді көп мүше түрінде жазады. Бұл есеп оқушыларға алгебра және геометрия бойынша білімдерін кіріктіруге мүмкіндік береді. Оқушылар көп мүшенің анықтамасын, көп мүшенің дәрежесі мен мәнін табуды қайталағаннан кейін, оларға бір айнымалысы бар көп мүшені және бірнеше айнымалысы бар көп мүшені схема түрінде қарастыруды ұсыныңыз. Осымен қатар біртекті және симметриялық көп мүшелер ұғымдарын енгізуге ұсынамыз. Бір айнымалысы бар көп мүшелердің және n дәрежелі біртекті көп мүшелердің жалпы түрлерін қарастырайық. Көп мүшелер бір айнымалысы бар көп мүшелер және бірнеше айнымалысы бар көп мүшелер болып екіге бөлінеді. Бірнеше айнымалысы бар көп мүшелерге біртекті және симметриялы көп мүшелер жатады. Біртекті және симметриялы көп мүшелер жатқызылады. Оқушыларға симметриялық және біртектес симметриялық және біртектес көп мүшелерді анықтау тапсырмаларын қарастыруды ұсынамыз. Оқушылармен 2 және 3 айнымалы симметриялық көп мүшені дәрежелер қосындысы өрнегі түріне келтіруге болатын теоремаларды қарастыруды ұсынамыз. Оқушыларға осы теоремалар теңдеулер жүйесін шешуде, көбейткіштерге жүктеуде және тағы басқа қолданылатын көрсетіңіз. Симметриялы көп мүшелерді кейбір жоғары дәрежелі теңдеулерді шешуде де қолайлы қолдануға болады. Мысалы, аталмыш қайтымды теңдеулер. Бір айнымалысы бар көп мүшенің түбірлерін табу кезінде тұжырымдарды талдап, оқушыларға қандай тұжырымдар түбірлерді іздеуді жеңілдетеді деген сұрақты қойыңыз және берілген көп мүшелерге бұл тұжырымдарды тексеріңіз. Көп мүшені көп мүшеге бұрыштап бөлуді орындау, оқу мақсатына жету барысында балалардың қалдықпен бөлуге және көп мүшені қалдықпен жазылуына назарын аударыңыз. Оқушылар безу теоремасын, көп мүшенің рационал түбірі туралы теореманы және жалпыланған Виет теоремасының өзара байланысын, айырмашылықтарын көру және әртүрлі тапсырмаларды шешу кезінде тиімді пайдалану үшін оқушыларға бір уақытта комплекс түрінде қарастыруды ұсыныңыз. Оқушыларға Эйлер-Венн диаграммасын толтыруды ұсыныңыз. Жоғары реттік ойлауды дамыту үшін дәлелдеуді қарастыруды ұсынамыз.
Осылайша біз оқушыларға безу теоремасын, көп мүшенің рационал түбірі туралы теореманы және жалпыланған Виет теоремасын бір уақытта комплекс түрінде қарастыруды ұсындық. Сонымен қатар, бір айнымалысы бар бүтін коэффициентті көп мүшенің рационал түбірі туралы теореманы, оның түбірлерін табуда қолдану. Көп мүше түбірлерін табу үшін Горнер схемасын қолдану, оқу мақсатына арналған тапсырманы орындауға ұсынамыз. Көп мүше түбірлерін табу үшін Горнер схемасын қолдану, оқу мақсатына жеткенде көп мүшені екі мүшенің дәрежелеріне жіктеуге тапсырманы қарастырыңыз. Өйткені жоғары сыныптарда немесе басқа оқу орындарында математиканы оқу кезінде оқушылар осы ұғыммен кездесуі мүмкін, мысалы функционалдық қатарларға жіктеу кезінде. Анықталмаған коэффициенттер әдісін білу және оны көп мүшені көбейткіштерге жіктеуде қолдану үшін оқушыларға келесі проблемалық есепті ұсыныңыз. Функцияның шегі және үзіліссіздігі бөлімнің тақырыптары. Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі. Функция графигінің асимптоталары. Сан тізбегінің шегі. Функцияның нүктедегі және жиындағы үзіліссіздігі. Шектерді табу бірінші тамаша шек. Бұл бөлім өзінің абстрактылығына байланысты оқушылардың материалды терең түсінуде қиындық тудыруы мүмкін. Нүктедегі шектің түсінігін енгізбес бұрын оқушыларға келесі мәселесі есепті қарастыруды ұсыныңыз. Пластинаны қыздыру кезінде оның сызық өлшемдері y-тен 2x + 3 заң бойынша өзгереді. Мұндағы x температура. Пластина белгілі бір серпімділік дәрежесімен оған арналған технологиялық ойыққа кіру үшін x0 нүктесінің маңайында қандай шектерде қыздыру температурасы сызықтық өлшемдері 5-тен 0,1, 0,1, 0,1 тағы сол сияқты эпсилонға дейін эпсилон шексіз аз 10 өлшем аспайтындай етіп өзгеруі мүмкін. Бұл есепті қарастырғанда нүктедегі шектің анықтамасын талдай аласыз. Оқушыларға графиктегі мәліметтер бойынша шектерді табуды ұсыныңыз. Бұл тапсырма оқушыларға үзіліс нүктелерінің айырмашылықтарын көрнекі көруге көмектеседі. Бірақ бұл тапсырманы ұсынар алдында Classroom Resources GeoGebra деген активити жүргізіңіз. Сондай-ақ оқушыларға шындық немесе жалған, немесе true or false атты ойындар арқылы тапсырманы орындауға ұсынуға болады. Функцияның графигін оның шегі бойынша схемалық түрде салу тапсырмасы оқушыларға оқылатын материалды терең түсінуге, талдау жүргізуге мүмкіндік береді. Функцияның графигін салу және олардың зерттеу даталарын қалыптастырады. Асимптоталар түсінігін енгізбес бұрын оқушыларға келесі мәселелік есепті ұсыныңыз. Осы тақырыпты меңгеру барысында ең бірінші teacherdesmos.com сайтынан активитидан бастауға ұсынамыз. Сондай-ақ GeoGebra сайтынан Classroom ресурс пайдалануды, Desmos және GeoGebra онлайн графикалық калькуляторларын пайдалануды ұсынамыз. Тереңдетіп оқыту үшін немесе математикаға қызығушылық танытатын оқушылар үшін сызықтық асимптоталармен қатар парабола түріндегі қисық асимптоталар болатын күрделі түрінде асимптоталарды да қарастыруға болады. Бұл оқушыларға асимптота ұғымын терең түсінуге мүмкіндік береді. Көлбеу асимптотаның коэффициенттерін табу жалпы формуласын және асимптота теңдеулерін құрастыру үшін формулаларды есте сақтауға көмектеседі. Горизонталь асимптота көлбеу асимптотаның дербес жағдайы екенін түсінуді көмектеседі. Аналитикалық түрде функцияны және олардың графиктерін, сондай-ақ асимптоталардың графиктерін сәйкестендіруге деңгейлі тапсырмаларды ұсыныңыз. Бұл мысалдарда функциялардың екі горизонталь немесе екі көлбеу асимптоталары бар.
Функциялардың біреуінде вертикаль асимптотасы жоқ, екіншісінде тек біреу ғана, ал үшіншісінде екі вертикаль асимптоталар бар. Сонымен қатар, бұл тапсырмада парабола түріндегі асимптоталық қисық көрсетілген. Материалды бекіту үшін оқушыларға жұмыс парағы түрінде әртүрлі деңгейлі тапсырмаларды ұсыныңыз. Бұл координаттық жазықтықты салуға арналған уақытты үнемдейді. Келесі үшінші бөлім туынды деп аталады. Бұл бөлімде туындының анықтамасы, туындының анықтамасы. Күрделі функция туындысы, туындыны анықтау функцияның дифференциал ұғымы. Туындыны табу ережелері, күрделі функцияның туындысы, тригонометриялық функциялардың туындылары, кері тригонометриялық функциялардың туындылары, туындының физикалық және геометриялық мағынасы, функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі сияқты тақырыптар қарастырылады. Бұл бөлімді оқытуды мынадай ұғымдардан бастауды ұсынамыз: жанама, қиюшы, бұрыштық коэффициент және градиент. Әрі қарай функцияның өсімшесі ұғымына көшкен кезде, оқушылар аргументтің өсімшесі мен функцияның өсімшесін график арқылы түсініктері болады. Мәселелік есеп ретінде оқушыларға келесі тапсырманы ұсынамыз. Градиент ұғымын ашу және өмірден мысал келтіру үшін Градиент ұғымын ашу және өмірден мысал келтіру үшін сайттың материалдарын қолдануға болады. Градиент ұғымын ашу және өмірден мысал келтіру үшін ұсынылған сайттың материалдарын қолдануға болады. Біз айтқандай жанама, қиюшы, бұрыштық коэффициент және градиент түсініктерді ашқаннан кейін оқушылар аргументтің өсімшесі және функцияның өсімшесі ұғымдарды түсінуі керек. Проблемалық тапсырма ретінде орташа жылдамдықты табуға арналған есепті қарастыруды ұсынамыз. Оқушыларға орташа жылдамдық формуласын еске салыңыз. Аргументтің өсімшесі мен функцияның өсімшесін анықтауды бекіту үшін оқушыларға функция графиктерін қолдану тапсырмаларын ұсыныңыз. Функцияның өзгеру жылдамдығы ретінде туындыны анықтауға Classroom Resources функцияның өзгеру жылдамдығы ретінде туындыны анықтауға ұсынылған ресурстарын пайдалануға болады. Аргументтің өсімшесі мен функцияның өсімшесі арқылы бұрыштық коэффициентті табатын және жанама теңдеуді құрастыратын тапсырмалар оқушыларға туындының геометриялық мағынасын кешенде көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар оқушыларға қолданбалы тапсырмаларды ұсыныңыз. Аргументтің өсімшесі мен функцияның өсімшесі арқылы бұрыштық коэффициентті табатын және жанама теңдеуді құрастыратын тапсырмалар оқушыларға туындының геометриялық мағынасын кешенді түрде көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар оқушыларға қолданбалы тапсырмаларды ұсыныңыз. Көрсетілген функцияның графиктерін пайдалана отырып, оқушыларға берілген нүктеде функция дифференциалданбайтын жағдайларды сызбалық түрде көрсетіңіз. Жанама салу және градиентті табу арқылы оқушылармен туынды белгісін анықтап, оқушылардың өсу мен кему аралықтарын көрсетуде және градиент арқылы осы аралықтарды қалай анықтауға болатынын көрсетуді сұраңыз. Келесі тапсырмада оқушыларға берілген функцияның графигі бойынша градиенттік функцияларды құруды ұсыныңыз. Y-тен синус x функциясының графигіне мысал келтіріңіз. Мұнда градиенттік функция косинус x функциясы болып табылады. Оқушыларға туындының анықтамасы арқылы функциялардың туындыларының формулаларын қорытып шығаруды ұсыныңыз. Дифференциалдау ережелерінің қолдануын схема түрінде көрсетіңіз. Күрделі функцияның туындысын табу формуласын меңгерудің басында кестені қарастырыңыз.
Күрделі функцияның туындысының геометриялық мағынасын оқушылармен талдаңыз. Кері функциясының туындысын табуды меңгеру кезінде оқушыларға ұсынылған сайтынан тапсырмаларды орындауға ұсыныңыз. Оқушыларға туындыны қолдануға арналған келесі қолданбалы есептерді қарастырыңыз. Туындының геометриялық мағынасын қолданып есептер шығару. Туындының физикалық мағынасына сүйене отырып қолданбалы есептер шығару. Туындының геометриялық мағынасын қолданып есептер шығару.